Целибат немесе некесіздік, жыныстық қатынассыз өмір сүру мүмкін бе? Жоғары лауазымды католиктік діни қызметкерлердің бірі қатыстырылған тағы бір сексуалдық жанжалдан кейін қоғам қайтадан бойдақтық туралы айта бастады. Адамның жыныстық қанағаттанудан біржола бас тартуы қаншалықты шынайы? Қазақ контентін қолдау мақсатында менің арнама жазылып қызықты видеоларды тамашалай аласыздар. Целибат латынның некесіз деген сөзінен шыққан. Сөздің дәл мағынасында бұл адамның өмір бойы жыныстық қатынассыз өтетін күйі. Жыныстық қатынастан тыйылу уақытша болуы мүмкін. Сондай-ақ қарым-қатынас кезінде жыныстық қатынастан бас тартуға болады. Бірақ нағыз бойдақтық бұл жыныстық өмірдің де, серіктестің де болмауы. Көптеген адамдар бұл сөзді жұмсақ мағынада қолданады. Бұл мәселе британдық газеттердің беттеріне әдепсіз мінез-құлық үшін айыпталған кардинал Кит О'Брайен өзінің қадір-қасиетіне қайшы келетін жыныстық белсенділікпен айналысқан мойындағаннан кейін қайта оралды. Дін қызметкері ретінде ол жыныстық қатынастан аулақ болып, өзін толығымен Құдайға және оның отарына арнауы керек болатын. Айтпақшы, Будда монахтарынан да солай күтіледі. Екі дінде де мастурбацияға да қатысты тыйым бар. Бұл талапты дінге сенбейтін адамдарға түсіну қиын. Барлық католиктің басылары ер адамдар, ал кейбір әйелдер негізінен монахтар да бойдақ болуға ант бергенмен, бұл ерлердің бойдақтығы пікірталас тақырыбы болып табылады. Толық мағынада некесіздік мүмкін бе? Оксфорд университетінің эндокринология профессоры Джон Уас тестостерон ерлердің жыныстық қатынасқа деген құштарлығын тудырады. Әйелдерде бұл қажеттілік олардың тестостеронның эстрогенмен теңестірілуіне байланысты азырақ көрінеді. Сондықтан мен некесіздікті мүлдем қалыптан тыс жағдай деп атар едім, дейді профессор. Оның айтуынша, ерлердің 80-90% мастурбация жасайды, және діни қызметкерлер де ерекшелік емес. Зерттеулер көрсеткендей, жиі қатынасқа түсетін еркектерде простата қатерлі ісігінің пайда болу ықтималдығы аз. Демек, некесіздік бұл өте пайдалы тәжірибе емес, деп қорытындылады Вас. Көптеген адамдар таза физикалық деңгейде бүкіл өмірін жыныстық қатынассыз қалай өткізетінін елестете алмайды. Үйлену үшін діни қызметкерлігінен бас тартқан Джимми О'Брайен жас діни қызметкерлер үшін қаншалықты қиын болғанын есіне алады. Өз күш-жігерімен күресуге тура келеді. Көптеген адамдар үшін бұл күнделікті шайқас болды, ал басқалары үшін тыйылу оңайырақ болды, дейді Брайан. Дегенмен, физикалық қалауларды ақыл-ойдың күшімен жеңуге болады, дейді буддист Вишвапани, мысалы медитация арқылы. Кейбір адамдар онымен жақсы айналысады, бірақ медитация біраз күш-жігерді талап етеді. Бірақ мен адам биологиялық тұрғыдан жыныстық қатынастан тыйылуға қабілетсіз дегенге сенбеймін, дейді ол. Аллен Холл семинариясының деканы Стивен Ванг діни қызметкерлердің көпшілігі бойдақ екенін айтады. Бұл адамның ішкі күші мен сенімі, сондай-ақ сыртқы қолдауы болса ғана мүмкін. Ол мұны неке адалдығымен салыстырады. Ант бергендер үшін мастурбация мүмкін емес, дейді Ван. Әрбір христиан үшін мастурбация некеге дейін немесе некеден тыс жыныстық қатынас күнә болып табылады. Католиктерге мастурбация жасауға тыйым салынады. Өйткені бұл адамды өзімшіл етеді, өзін-өзі құмарлық етеді және оның жүрегіне басқа адамдардың енуіне жол бермейді. Әрине миллиондаған христиандар Ван әкенің ұстанымымен келіспейді. Джимми О'Брайеннің айтуынша, некесіздік тек биологияға байланысты қиын емес. Ол діни қызметкер болған кезде әйелдер оны кейде тыйым салынған немесе қиын адам ретінде қабылдаған еске алады. Бірақ оған ең қиыны жақын адамның болмауы еді. Біз тек пендеміз, дейді ол. Кейде өзімізді жалғыз сезінеміз. Адамдардың көпшілігі өмірін біреумен бөліскісі келеді. Батыс қоғамы романтикалық серіктес табуға үлкен мән береді, ал мұны құрбан ету өте маңызды нәрседен бас тартуды білдіреді. Сіз ең маңызды нәрселерде сенетін адамыңызбен өмір сүру мүмкіндігінен айырыласыз, дейді Вишвапани. Ол да өмірінде осындай адам болған қалағандықтан үйленген. Қазіргі өмір тым сексуалды және индивидуалистік, дейді ол. Өткен ғасырлардағы адамдар не үйленді, егер үйленбесе некесіз жыныстық қатынаста болмады. Дәстүрлі қоғамдарда бір адамның жыныстық белсенді болуы мүмкін емес еді. Сондықтан адамдар діни қызметкер сияқты тартынуды талап ететін рөлдерді алуға дайын болды. Ал қазір батыста бойдақ болуға ант беруге дайын адамдар саны түбегейлі азайды.
көптеген католиктер, соның ішінде кардинал О'Брайен, некесіз болу қажеттілігін қайта қарастыруға шақырды. Бірақ Вишвапани үшін мәселе бұл құбылыстың өзінде емес, оны өмір бойы сақтау талабында. Адам бұдан былай қалыс қалуы мүмкін болмаған кезде проблемалар туындайды, бірақ сонымен бірге оның жыныстық қатынасын қанағаттандыруға моральдық мүмкіндігі жоқ, дейді ол. Бұған қоса кейбір адамдар неліктен бойдақтықты таңдайтынын қарастыруымыз керек. Төзімсіз қоғамдарда гейлер діни қызметкер бола алады, өйткені бұл кәсіп оларға жыныстық қатынастарын жасыруға мүмкіндік береді. Кейбіреулер некесіздік проблемалары институттанған кезде басталады деп санайды. Діни қызметкерлерді өз қалауларын басуға немесе жыныстық өмірлерін жасыруға мәжбүрлеуге болмайды, дейді «Небайлық тарихы» кітабының авторы Элизабет Эббот. Біз 1000 жыл бойы оның жұмыс істемейтінін көрдік. Некесіздік қорқынышты нәрселерге әкеледі, дейді ол. Джимми О'Брайеннің айтуынша, жаңа папа міндетті түрде бойдақтық мәселесін шешуі керек. Бұрынғы діни қызметкердің үйленгеніне 23 жыл болды және оның дұрыс таңдау жасағанына еш күмәнданбайды. Отбасыға деген қажеттілігімді қанағаттандырған соң, мен енді шіркеуге бұрынғыдан да көбірек көңіл бөле аламын, дейді ол. Бірақ Ван Акей адамдар некесіздікті дұрыс түсінбейді деп айтады. Оның айтуынша мұндай ант діни қызметкерге Құдаймен және приходтармен ерекше қарым-қатынас орнатуға мүмкіндік береді. Бұл қысым емес, некесіздік ерекше сүйіспеншілікке үйретеді. Оның айтуынша діни қызметкерлер ғана емес, некеде тұрмағандардың барлығы да қалыс қалу керек. Сонымен қатар діни қызметкер некесіздік пен бұқаралық ақпарат құралдары жиі жазатын жанжалдар арасындағы байланысты толығымен жоққа шығарады. Некесіздік жыныстық дисфункцияға немесе қудалауға келеді деген дұрыс емес. Өкінішке орай сексуалдық жанжал әртүрлі ұйымдарда орын алып жатады және тек бойдақтарды ғана емес, үйленген еркектерді де тартады, дейді ол. Некесіз болу сенім мәселесі емес, дейді Дарем университетінің антропологы және некесіздік мәдениет және қоғам авторы доктор Сандра Белл. Католик шіркеуі үшін бұл жай ғана заңдардың бірі. Егер англикан католицизмді қабылдағысы келсе, ол әйелден ажырамау керек, және бұл некесіз болу сенім мәселесі емес, бұл діни сенім емес екенін дәлелдейді. Осы видео ұнаса лайк басып және арнама жазылып, мені қолдасаңыз алғысым шексіз, қадірменді көрермен. Менің арнамнан алда осындай қызықты және таңғаларлық видеороликтер тамашалайсыздар. Сіздермен болған Арай Факт арнасы.